Армысыздар құрметті ойлы елдің аренасы. Мен Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Сәдібек Сапарбеков атындағы номері 25 орта мектебінің 9 сынып оқушысы Абдилахан Аружан. Мен таңдаған мамандық номинациясы бойынша сіздерге ұсынып отырған мамандығым нейрохирургия саласы бойынша нейрохирург. Ең алдымен бұл мамандықты мен не үшін таңдадым? Өйткені адам миы ең күрделі мүше, ауыр науқастарға өмір сыйлау мүмкіндігі жоғары, жауапкершілігі жоғары әрі беделді мамандық. Онымен қоса ғылыми медицинаны қатар дамытылатын маман иесі. Нейрохирургияның ең алдымен шығу тарихына келетін болсақ, нейрохирургия жүйке жүйесіне жасалатын хирургиялық емдеу әдістерін зерттейтін медицина саласы болып табылады. Оның алғашқы элементтері ежелгі дәуірде-ақ пайда болған. Оған негіз ретінде археологиялық мысалдар ала аламыз. Яғни бас сүйегіне кесу жасау арқылы, яғни трепанация арқылы жарақаттарды емдеуге тырысқандығы белгілі. Әрі қарай 19 ғасырдың соңында анестезия мен антисептика дамығаннан кейін миға жасалатын операциялар жүйелі түрде дами бастаған. Ал енді 20 ғасырда америкалық дәрігер Харви Кушинг ми ісіктен алып тастау, қан кетуді тоқтату әдістерін дамыта білген. Әрі қарай қазіргі ғалымдардың бірі канадалық ғалым Уилдер Пинфилд ми қыртысының қызметін зерттеп, эпилепсияны хирургиялық жолмен емдеу әдістерін дамытты. Яғни бұл деп отырғанымыз қазіргі жаңалықтар, қазіргі заманауи әдістердің дамуы осы кезден дамығандығы белгілі болып отыр. Әрі қарай бұл мамандықтың мазмұны қандай? Нейрохирургия миға, жұлынға және жүйке жүйесіне операция жасайтын дәрігер маманы. Әрі қарай ол адам ағзасына ең күрделі жүйені емдейді. Сондықтан да бұл мамандық медицинадағы ең жауапты салалардың бірі, негізі болып табылады. Нейрохирургтың басты мақсаты науқастың өмірін аман сақтап қалу, ауырсынуды азайту және де жүйке жүйесін қайта қалпына келтіру болып табылады. Ең алдымен танымал тұлғаларға келетін болсақ, бәріміз білетіндей Мыңжылқы Бердіқожаев. Бұл кім? Жалпы бұл Астана қаласында жұмыс істейтін маман болып табылады. Ол Канадада өткен медицина саласы бойынша өткен жарыста Қазақстанның атын шетелге танытып келген мамандардың бірі болып отыр. Әрі қарай бізде Әлібек Маратұлы. Бұл менің ең бір керемет үлгі тұтатын мамандарымның бірі. Өйткені бұл менің жақындарымның өмірін сақтап қалуға жұмыс істеген ең білікті мамандардың бірі болып табылады. Сол үшін де оның менің өмірімде алатын орны ерекшеден келеді. Әрі қарай бізде сыр елі, жыр елінің атын дамытып танытып жүрген бәрімізге белгілі Шынжырбай Оразмаханұлы. Жалпы бұл кісі кім? Бұл Қызылорда қаласында жұмыс істейтін ең білікті мамандардың бірі. Өте білікті әрі білімді дәрігерлердің бірі болып отыр. Әрі қарай бізде бұл мамандықтың кемшілігі қандай, артықшылығы қандай дейтін болсаңыздар, ең алдымен біз артықшылығына келейік. Жалпы бұл мамандық адам өмірін сақтап қалуға жұмыс істейді. Қоғамдағы орны өте ерекше, әрі жалақысы өте жоғары. Ал енді қиындықтары, кемшіліктері, оқу мерзімі өте ұзақ, үлкен жауапкершілікті шыдамдылықты талап етеді. Онымен қоса күрделі операциялар, яғни ұзаққа созылатын, тіпті 2 күндеп, 3 күндеп жасалатын операциялардың түрі қазір уақытта шығып жатыр. Яғни бұл қазір уақытта өте бір қиындықтардың бірі болып отыр. Әрі қарай мамандық бойынша қайдан білім ала аламыз? Жалпы енді шетелге кетпей Қазақстанның территориясынан алатын болсақ, Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Астана медицина университеті, Қарағанды медицина университеті. Ал енді біз жалпы мамандыққа грантқа түсе аламыз. Қазіргі уақытта ауылдық квотамен 116 балмен, ал енді шекті балмен 138 балмен қазақстандықтар грантқа түскендігі белгілі болып отыр. Әрі қарай ақылы оқыған жағдайда 900 мың мен 1.860.000 теңгенің арасында белгілі болып отыр. Ал енді 2025-26 жылғы оқу аралығында қазіргі уақытта орта есеппен 1.250.000 теңгені құрап отырғандығы белгілі болып отыр. Әрі қарай жұмыс жасауға болатын салалар, яғни нейрохирургтер қайда жұмыс істей алады дейтін болсаңыздар, облыстық және де республикалық көпбейінді ауруханаларда, арнайы нейрохирургиялық орталықтарда, жедел медициналық көмек көрсететін орталықтарда, және де жеке медициналық клиникалар мен медициналық университеттер мен ғылыми зерттеулерге профессор болып жұмыс жасауға мүмкіндігі бар. Енді маманның мансаптық болашағы қандай? Нейрохирург бұл жай мамандық емес, бұл ұзақ жылдық білімді, дайындық талап ететін мамандық болып отыр. Енді мансаптық кезеңіне келетін болсақ, медициналық университет. Жалпы медицинаны оқу 6 жыл, интернатураны оқу 1 жылды құрайды. Әрі қарай резидентура нейрохирургия бойынша терең мамандалу 3 жыл мен 5 жылдың арасын құрайды. Ал енді жас нейрохирург операцияларға қатысу, яғни тәжірибе жинау, ассистент маманның қызметін атқару. Әрі қарай тәжірибелі нейрохирург күрделі операцияларды өз бетімен жасауға мүмкіндік алу. Әрі қарай бізде бөлім меңгерушісі, профессор немесе ғылыми қызметкер атануға
дамытуға болатыны белгілі болып отыр. Әрі қарай еңбек нарығындағы сұраныс қазіргі уақытта нейрохирургтер Қазақстанда өте тапшы екендігі белгілі болып отыр. Оған дәлел ретінде сіздерге статистикалық мәлімет айта кетейін. Қазіргі уақыттағы қазақстандықтардың пайызымен шаққан кезде нейрохирургтердің саны 0,1 миллионнан 15% ғана құрайды. Яғни бұл деп отырғанымыз ауылдық жерлер мен қалалық жерлердің бәрінде нейрохирургтер өте тапшы болып отыр. Шетелде тәжірибелі нейрохирургтердің жалақысы өте жоғары, тіпті қазіргі уақытта Қазақстанда дамытып жатыр. Медицина саласының дамуы бұл мамандықтың негізін күшейтуде болып отыр. Сондықтан да нейрохирургтың болашағы зор әрі тұрақты сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Жалпы енді 90 сөзін тоқтай түйілдей отырып қорытындыға келетін болсақ, нейрохирургия медицинадағы ең күрделі, жауапты және де ең маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Бұл жай ғана мамандық емес, бұл адам өміріне керемет мүмкіндік сыйлау. Нейрохирург қоғамға үлкен пайда әкеледі, кәсіби және ғылыми тұрғыдан дамуға жол ашады. Сондықтан да нейрохирургияны таңдау болашаққа бағытталған мәні терең әрі игі бастау деп сенеміз. Осылайша мен өз сөзімді аяқтаймын. Назарларыңызға көп рахмет.